Қыздар, баршаларыңызға сәлем. Бүгін осындай керемет витаминді салаттың рецебін ұсынамын. Өте оңай дайындалады. Құрамында жаңағы денсаулыққа пайдалы керемет ингредиенттер бар. Бар жоғы 3 ингредиент қана. Астына барлығын жазып көрсетіп кетемін. Жалпы қажетті бізге 3 қана ингредиент. Ол жаңағы қызылша, алма, мейіз және де күнбағыс майы. Қыздар, қызылшаны пісірген кезде суға жұмсақ қылып пісіріңіздер, және де міндетті түрде суға қант қосыңыздар. Сол кезде қызылшаның дәмі тәтті болып шығады. Енді мынау жаңағы алмамыздың сыртын аршып алу керек болады. Мен жасыл түсті алма қолдандым. Жалпы кішкене қышқыл алма қолданған дұрыс, себебі мейіз бенен қызылша бізде тәтті. Сол себепті кішкене болсын қышқылдық дәмі болу үшін осындай жаңағы жасыл түстісін кішкене қышқылдауын қолданған дұрыс. Енді жаңағы алмамыздың сыртын, ішіндегі жаңағы семенасын барлығын толық алып тастау қажет болады. Барлығын тазалап тұрып аршып аламыз. Енді жаңағы алмамызды кішкентай 4 бұрышты етіп, яғни кубики етіп турап аламыз. Кішкене ұсақ та жасау керек. Осындай барлығын ұсақ кубики етіп турап аламыз. Қыздар, туралған алмамызды бір шұңғыл ыдысқа саламыз. Енді қызылшамызды дәл сондай 4 бұрышты, яғни кубики етіп тураймыз. Қыздар, жаңа видеоның басында да айттым, тағы да айта кетейін. Қызылшаны суға пісірген кезде міндетті түрде қант қосыңыздар. Бұл кезде қызылшаңыз өте тәтті болып шығады. Міндетті түрде қызылшаны жұмсақ етіп пісіріңіздер. Кейін осы салатымыздың үстіне мейізімізді қосамыз. Сұйық майымызды қосамыз. Сұйық майымызды енді мен көз мөлшермен қостым. Шамамен 2-3 ас қасықтай. Кейін барлығын жақсылап тұрып араластырамыз. Жақсылап тұрып араластырасыздар. Жаңағы алмамыз өзі қызылшаның түсін не енеді де, сондай қызғылт болып шығады. Кейін алып осылайынан табаққа саламыз. Жаңағы табаққа салып берулеріңізге болады. Өте оңай, тез, бірақ өте пайдалы. Осылайынан үстелге қойып бере бересіз, рас болсын.